Мемлекеттік жастар саясаты мемлекеттің саясаттың ажырамас бір бөлігі. Мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жастар саясатының мақсаты жастардың рухани, мәдени, білім алып кәсіби толыққанды дамуы, шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, ойдағыдай әлеуметтенуі және олардың әлеуетін елді одан әрі дамытуға бағыттау үшін жағдайлар жасау екені көрсетілген. Елімізде 14-29-ға дейінгі азаматтар жастар болып саналады. Осы орайда жастарға арналған мемлекеттік қолдау шараларын назарларыңызға ұсынамыз. Еңбек өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында баршаға арналған тегін техникалық және кәсіптік білім жобасы, бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерліктің негіздерін оқыту, мәңгілік ел жастары индустрияға жобасы аясында кадрларды дайындау, серпін, жас кәсіпкер, жастарға арналған жобалар жасалған. Еңбек мемлекеттік бағдарламаларына қатысты мемлекеттік қолдау шараларына әлеуметтік жұмыс орындары, жастар практикасы, қоғамдық жұмыспен қамту жатады. Жастарға арналған мемлекеттік дипломмен ауылға жобасы, жасыл ел жобасы, жастар корпусын дамыту, нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасы аясында жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз берілетін жалдамалы баспана, бизнестің жол картасы 2020 бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жобалары бар. Мемлекеттік бағдарламалар мен жобалар туралы толық ақпаратты жастар.онлайн ақпараттық порталынан таба аласыз.